Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге welcome. Бүгін біз обзорымызды тағы да жалғастыратын боламыз достар. Бүгін бізде жаңа көлік, жаңа сервер дегендей достар. Улукшер Қазақстан деген сервер достар. Бұл сервердің группасы және IP-і описаниедан болатын болады достар. Ал ендеше біз салонға кіріп көлігімізді көрейік, қандай көлік аламыз. Бізде дәл қазір 10.800.000 ақшамыз бар қалтамызда. Қандай көліктер бар көрейік. Мына Camry, Lexus. Бізге бұларда ақшамыз жетпейді, сондықтан көрейік. Мына жақластар біз Subaru Impreza алайық осын. 2 миллион екен. Ағай қазір тюнинг жасаламай ма көреміз достар. Мына алдық, осы жерден шықтық. Мына осындай ақ түс берді бізге. Мына жақсы. Мына жақтан бұлай жүрсіңдер. Мен бұл серверге жаңадан келдім. Және жұмыс істеп кішкене. Мына жерде винил қояды екен. Бұл көлікке винил қойылмайды екен. Мына жақтан түсін ауыстырамыз. Түсін ауыстырайық. Қалай түс қоямыз? Қандай түс қойсақ болады? Так, бұл түс болмайтын сияқты. Осы болатын сияқты. Ең гараждан шығамыз. Және тюнинг жасауға барамыз достар. Міне достар, біз тюнинг қылдық. Міне жерде мен ойымша қандай титанкасын сондай баллон яғни ауыстырады. Ал мына жерде тюнинг бола ма бұған көрейік. Тюнинг болады екен бұған достар. Көрейік қазір. Міне бұл айнасы яғни. Міне осы кішкентай болады екен. Бұл не? Қойылып тұр екен бұл. Задний фендер дейді. Көрейік бұл қандай. Осыда тұрген сплиттер. Так, оригинал. Осы жоқ ұламайды. Айт. Осыны алсайық. Ал енді передние фары. Оригинал. Біртірлік. Осыны алайық. Енді юбка. Юбка 1, 2, үшіншісін алайық. Задный бампер. Енді жоқ болмайды. Болды. Осыны алайық. Спойлер дейді. Так, спойлер қырғын екен ол. Осы көрейік бұнды. Осы спойлерді алайық. Фонарь дейді. Артық фары. Осыны алайық. Енді крыша дейді. Яғни мына жері мишканы экранда көрсетіп тұрғандай. Капоты дейді. Капот. Екіншісін алайық. Енді передний бампер. Жетіншісін алайық. Жетіншісі осы ең мықтысы. Есік. Бұнды алдық. Передний фендер. Алдық бұны да. Ал достар, біз енді барлығын алдық. Енді осы жерден шығамыз. Міне осындай біздер достар. Енді бұл жерде терезесін сырлайды,
бізге телевизиясын сырламай қоямыз. Осы жерден нөмір қондырамыз. Әрине қазақша нөмір қоямыз. Қандай нөмір қоямыз? 000 00 деген нөмір. 9 миллион дейді, бір алған ақшам жетпейді. 001 жоқ 000 000 десек, ол 6 миллионға шығады екен достар. Осыны алдық достар. Енді міне осындай шықты. Енді осылай жүріп сіздерге көрсетіп жіберейін бұл жерде не бар дегендей. Мына жерде алдыңғылардағыдай бұл жерде де обмен, айырбастау. Енді былай жүрсек, бұл жерде тіке жүрсек тура базар бұл жерде де достар. Бірақ бұл серверде мына жердің бәрі ашық. Мына жерде 440 мыңға ең минимум. Ал ана жерде банкомат достар. Енді біз осы көліктің скоростын тексеріп көреміз. Ол үшін мына жерге шығып аламыз. Осылай кете береміз. Бұл серверде бір жақсы, барлық көліктер өзінің скоросымен. Міне скоросты 260, 270 жақсы. 290 292 екен достар. Енді бізде бұл серверде осы жермен бұл тура Қазақстан мата сервер сияқты алдыңғыдағыдай. Достар, бізде 2 миллион ақшамыз бар. Түріміз бір түрлі, сондықтан өзімізге бір нормаль скин алайық. Скин магазинге барамыз. Скиндер қанша тұрады екенін көрейік. Ары қарай штраф бар, соған көреміз. Ахина тауына міне кірдік. Не бар екен? Так, бұда да сондай. Рэпер 2 дейді. Райдер, Дед Мороз, Девушка, Памер, Нарик, Пацан с бородой, Черный гангстер, Педик 2, Пляжный пацан, Белый гангстер дейді. Пацан 2. Осылай біз мажорды аламыз. Енді скин алды. Енді шығамыз. Енді достар, біз қазір қайда барамыз? Штрафты көрейік, штраф қандай. Олсын, так. Осылай жүреміз. Осылай жүріп барып, мына жердегі бұрыламыз. Осылай. Бұл жерде ештеңе жоқ екен. Міне достар, біз Ахина тауына келдік. Ахина дәл осы Қазақстан мыта бұл деп айтсақ болады. Қазақстан мыта. Біз енді осылай Ахина тауына шығып көрейік. Жай жүру керек осындай. Жай жүру керек. Достар, видеоны қазір паузаға қоямыз. Ахина тауының басына шыққан кезде видеоны жалғастыратын боламын достар. Міне достар, біз Ахина тауының басына да жақындап қалдық. Енді кішкене қалды. Осында біз бұлтқа кетіп қалдық па ойым? Тұман болып кетті. Су барымен жету оңай емес. Жаман қиын мына жерден мынандай нәрселер бар. Біз жетіппіз. Ой, шынында екен ғой. Мына жерге келіп бұлай үш жерден тоқтайық. Менің достар, видео осымен аяқталды. Видео барынша ұзақ қылуға тырыстым. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелеміз достар.